Рамазан рақымдылық пен сауаптардың еселеніп жазылатын айы. Бұл айда жасалған қайырымдылықтардың қайтарымы да қарымды. Жетім мен жесірге жоқ жітікке қарайласу мұсылманның мерейін үстем қылады. Тағдырдың тауқыметін тартып, қиыншылығын бастан кешіп жүрген жандар қай елде болсын кезгері ақиқат. Орталық мешіттің бас имамы Данияр Жұмабаев мүбәрәк айда мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, қайырымдылық жасауға шақырды. Қазақ әр уақытта асса тасса ол көршіне бөліп береді. Қазақ барын ағайын туысына беретін елміз. Сондықтан біз бір жақсы жетістікке жеттік пе, Алла тағала бір нығметіне, бір байлығына кенелдік пе, міндеттер біз жоқ жүзіктерді ойлауымыз керек, оларға қолдау көрсетуіміз керек. Сол арқылы біздер шын мәнінде бұл дүниенің де ақиреттің бақытына жетеміз деп айта аламын. Қайырымдылық жұмыстарын жандандыру ел мешіттеріндегі дағдылы үрдіске айналған. Бүгінгі шара аясында тұрмысы төмен отбасыларға азық түлік таратылды. Көмек алған шаңырақтар қайырымдылық шарасын ұйымдастырған мешіт ұжымына, сонымен қатар демеушілерге алғыстарын білдірді. 3 баланың анасымын. Өзім арендада тұрып не істегеннен кеп көмек сұрағаннан кейін көмек ретінде намысты шақырып беріп тұр. Оларға Алла разы болсын. Қадір түні құтты болсын. Елбасына рахмет, муфтиятқа рахмет, дін басшыларына, имамдарға рахмет осы. Мұны Абдықадыр мешітінен келіп отырық, жамағаттың атынан алғыс айтамыз. Сондай-ақ бүгін дүйім мұсылман үшін қасиетті Қадір түні. Бұл түн жер бетінде береке орнайтын, жасаған жақсылығың еселеніп жазылатын ерекше түн. Ғибадаттың 83 жылға тең сауабы бар. Ал қайырымды іс жасап, өзгеге мерекелік көңіл күй сыйлаудың өзі имандылық. Бүгін қала халқы қасиетті Қадір түнін орталық мешітте таң атқанша кірпік қақпай қарсы алары сөзсіз. Алланың сынағына мойымай, қасиетті айда жаратқаннан жақсы дұға тілектер тілеуге келген жамағатқа сәресінің уақытына дейін түрлі тақырыптарда уағыздар айтылады. Бұл түн шын мәнінде құлшылық түні. Бұл түн әрбір адам баласы тек қана таң атқанша отыру, таңды күзету емес. Бұл түнде барынша имандылығымызды арттыратын, Құдайға құлшылық қылатын, Рамазан айындағы осы қадір қасиетті ұғып, иншалла осы түнде құлшылық қылуымызға Алла баршамызға нәсіп етсін. Дұға амал ниеттеріміз Алланың қабыл етсін. Қадір түні қарсаңында ұйымдастырылған қайырымдылық шара өз кезегінде адамдардың арасын жақсартуға және бір-біріне мейірімділік танытуға шақырады. Сауапты істер алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Қадір түні тілеген ниет дұғаларыңыз қабыл болғай. Рахат Күзберген, Ермек Кеншімбек, 77 Ньюс.